Қайырлы күн достар, мерекеге орай осындай қол жетімді торт және де салаттың түрін жасауды үйреніңіздер. Бұл өте оңай жасалады, 1 сағаттың ішінде жасалады. Біздің тортымыз дәл осылай жұмсақ және де өте дәмді болып шығады. Ең бастысы оның құрамындағы заттар қол жетімді болып келеді. Ең алдымен бисквиттен торт жасаймыз. Мен бисквитті алдын ала пісіріп дайындап қойдым. Ссылкасын жазуда қалдырамын. Енді кремін дайындаймыз. Бізге кремге қаймақ және де қант ұнтағы керек. Ең алдымен қаймағымызды ыдысымызға салып, оның үстіне қант ұнтағын саламыз. Миксердің немесе венчиктің көмегімен қант ұнтағы ерігенше араластырамыз. Енді осылай кондитерлік мешокқа құйып алсаңыздар да болады кремді, бірақ ол маңызды емес. Бисквиттерімізді ортасынан бөлеміз. Мен 3 бөлікке бөлдім. 4 немесе 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Алдымен осылай сызықтар сызып алып, одан соң тең де 3 бөлікке бөліп шығамын. Енді тортымызды жинаймыз. Әр бисквиттің арасына көз мөлшерлеп кремімізді салып, оны тегістеп осылай жинап шығамыз. Кремімізді жақсылап тегістеп жағып алдық. Енді қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен осылай тек жеміс-жидекпен сәндеп шықтым. Және де ең соңында осындай торттың жан-жағына арнайы тәтті кәмпиттерді жағып шығамын. Мінекей біздің тортымыз дайын. 1 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Енді осылай 8 пішінді салат дайындаймыз. Барлығын алдын ала пісіріп дайындап қойдым. Бұл жерде тұздалған қияр, жұмыртқа, картоп, сәбіз және де тауық еті. Одан соң бізге керегі жүгері және де майонез. Менде майонез қолдың майонезі, яғни өзім үй жағдайында жасадым. Оның рецептісін келесі видеода саламын. Одан соң арнайы 8 пішін шығаруға арналған стакандарды қолдансаңыздар болады. Ең алдымен осылай тауық етін 4 бұрышты етіп тураймыз. Бұл жерде тауық еті және де тұздалған қиярды 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Қалғандардың барлығын терканың ең ұсақ бөлігінен өткіземіз. Ыдысымызды осылай қойып аламыз. Екінші бөлігі үлкен болғандықтан мен банканы қолдандым. Картопымызды теркадан өткізіп, ең алдымен картоптарымызды салып шығамыз. Әдемілеп 8-дің формасына, яғни 8 санның формасына салып шығыңыздар. Одан соң оның үстіне майонезімізді жағамыз. Тұздалған қиярымызды салып шығамыз. Тағы да майонезді жағып, оның үстіне тауықтың етін салып шығамыз. Майонезді үстіне жағып, сәбізімізді теркадан өткізіп, үстіне саламыз. Тағы да майонезді үстінен жағып шығамыз. Ең соңында терканың ең ұсақ бөлігінен өткізілген жұмыртқамызды салып шығамыз. Бұл жерде жұмыртқаның сарысын қосудың қажеті жоқ.
Енді ыдыстарымызды өте абайлап алып шығыңыздар. Ең соңында жүгерімен бетін әсемдейміз. Мінекей достар, біздің қолжетімді тортымыз бен салатымыз дайын болды. Міндетті түрде өздеріңіздің аналарыңызға, әпкелеріңізге, сіңлілеріңізге жасап қуантыңыздар. Торт пен салаттарыңыз бір жасағанның өзінде өте дәмді болып шығады. Және де мерекелік дастархандарыңыздың көркін ашады. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Алдағы уақытта тағы да қол жетімді осылай өте дәмді болып шығатын рецепттермен бөлісемін. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.